Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте тез дайындалатын, құрамына 2 түрлі ғана зат қосылатын десерт дайындаймыз. Бізге қажетті заттар шоколад, банан және капкейкеге арналған осындай силиконовый ыдыстар болады, соны қолданамыз. Орехты бетіне себуге қолданамын, бірақ бұл міндетті емес. Банандарымызды алып, сақтап турап аламыз. Бір ыдысқа салып, блендермен еземіз. Достар, менің қазақ тілді каналымды қолдап, лүпіл басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта үй жағдайында өте тез дайындалатын рецепттер салынып отырылады. Шоколадымызды су моншасында ертіп аламыз. Ол үшін бір ыдысқа қайнаған су құйып, үстінен шоколад салынған ыдысты қоямыз және араластырып тұрамыз. Осылай араластыру шоколадтың тез еруіне көмектеседі. Шоколадымыз еріп дайын болып қалды. Егер сіздер шоколадтарыңыздың тезірек ерігенін қаласаңыздар, пешке су моншасында ертіп алсаңыздар болады. Блендермен езіп дайындап қойған бананымыздың үстінен еріген шоколадты құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Силиконовый форма алып, дайын массамызды құйып шығамыз. Арахисті ұсақтап үгітіп аламыз. Десерттеріміздің бетіне бір келкі қылып сеуіп шығамыз. Кез келген орех түрін қолдансаңыз болады. Орехті міндетті түрде қолданыңыз, өте дәмді болады. Және мұздатқышқа 1 сағатқа қатырып қоямыз. Десертіміз дайын болды. Менде мұздатқышта 1 сағаттан артық тұрды. Осындай формада әдемі болып шықты. Мінекей біздің үй жағдайында өте тез дайындалатын тәттіміз дайын болды. Құрамына ұн да, қант та қосылмайтын пайдалы десерт. Достар, егер сіздер асығыс болсаңыздар, десертімізді мұздатқышта 30 минут қана ұстап, силиконовый формасынан шешпей, осындай күйде жесеңіздер болады. Видео ұнаса лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.